Косметологиялық орталықтардың кредиттік тұзағынан абай болыңыздар. Сіздермен бірге заңгер Шыныбаев Марғұлан. Бүгінгі тақырып жалпы косметологиялық ұйымдарға біздің қарындастарымызды, тәтелерімізді, аналарымызды шақырып, басына кредит іліп жүретін ұйымдар туралы болады. Негізінен осы сұрақтармен қазір өте жиі келеді. Соңғы 3-4 жылдың ішінде бір дамып кетті. Мынандай схема қараңыздар. Косметологиялық ұйым біздің қарындастарымызға, тәтелерімізге, аналарымызға телефон шалады. Телефон шалады да айтады: "Міне, тегін сіз үшін арнайы бірінші рет келсеңіз, тегін жаңағыдай бетіңізге массаж жасап береміз, денеңізге массаж жасап береміз, денеңіздегі дақтар, бетіңіздегі дақтар, әжімдер бәрі кетеді. Бірінші сеанс тегін" дейді. Сөйтіп біздің жаңағыдай әпкелеріміз, тәтелеріміз жаңағыдай барады сеансқа, бірінші сеансына, косметологиялық ұйымға. Косметологиялық ұйымға барғаннан кейін оның бетіне жақсылап тұрып массаж жасайды, маска жасайды, денесіне жаңағыдай жақсылап тұрып массаж жасайды. Сөйтіп жасағаннан кейін айтады: "Сіз осындай массаж алып тұруға лайықтысыз. Бетіңізде дақ бар екен, бетіңіздегі дақтарды кетіруге болады, әжімдерді кетіруге болады, жалпы сұлу боласыз. Сіз сұлу болуға лайықтысыз. Сондықтан сізге арнайы 1 жылдық абонементті біз ұсынамыз. 1 жылдық абонемент не бары 300-400 мың теңге. Былай санағанда, егер әр абонементке санайтын болсаңыз, әр күнге санайтын болсаңыз, 1 жылға бөліп жасаңыз, бір күні 10 мың теңгеден, 5 мың теңгеден бір сеанстың өзі. Зато сіз мынандай массажды, мынандай косметиканы соның ішінде бонуспен аласыз. Осыған алдап қалған біздің жаңағыдай аналарымыз, тәтелеріміз, қарындастарымыз келсе кетеді, бірақ қалталарында ақша жоқ, ештеңе етпейді дейді. Сіз бұл соманы кредитке, рассрочкаға жасай аласыз дейді. Сөйтіп басын айналдырып, жаңа косметологиялық ұйымдар жаңағы адамдарды қораға, яғни кредитке тығып жүреді. Сөйтіп бұл кісілер 350-400 мың теңге услуга алды ғой, 1 жылдық абонемент косметологиялық. Ол 350-400 мыңы көбейіп 500-600 мың теңгеге баруы мүмкін. Өйткені үстінде не? Проценттері бар. Осындай бас айналып, осыны шартқа қол қойып, кейін күйеуінен, әкесінен, әйтеуір бір ұрыс естіп үйдегілерден кейін бізге келіп жатқан адамдар өте көп. Мұндай кезде не істеу керек? Соны айтайық. Егер ақпарат пайдалы болса, әрине лайк, комментарий және бөлісе отырсаңыздар болады. Жалпы бұндай ұйымдарға бармағандарыңыз дұрыс. Ал егер барып қалса, онда не істейсіздер? Бірінші кезекте ол жерде 2 шарт жасайды. Біріншісі косметологиялық ұйыммен, екіншісі банкпен кредит. Сіздің әрекетіңіз бірінші кезекте, оны 12 ай төлейсіздер ғой, 12 ай төлемеу үшін, кредит төлемеу үшін не істейсіздер? Мына қызметтің жарамсыз екенін дәлелдеуіңіз керек. Яғни сіздің денсаулығыңызға бұл қызмет зиян келтіретіні туралы терапевтке барып қорытындаласыздар бірінші кезекте. Екінші кезекте хат жазуыңыз керек бұл ұйымға. Жаңағындай косметологиялық ұйыммен сіздің екеуіңіздің араңыздағы шартты бұзу туралы. Екіншісі ме? Үшінші әрекет, мына шарт бұзылғаннан кейін косметологиялық ұйыммен сіздің араңыздағы сол шарт бұзылды деген келісімнің көшірмесін алып банкке тапсыру керек. Не үшін? Банктық несиені тоқтату үшін. Өйстіп шартты бұзу арқылы, банктық несиені тоқтату арқылы сіз істі тоқтатып, ары қарай төлемесеңіз болады. Мысалы, 1-ші, 2-ші 3 ай сіз төлеп қойдыңыз. Бірақ шартты бұзып, ары қарай сіз кредитті бәрін шартты бұзып, кредитті арға төлемейтінде жасап,
жаңағыдай косметологиялық ұйымды алмайтындар жасауға болады. Ол үшін не істеу керек? Бірінші кезекте хат жазу керек шартты бұзу туралы. Екінші кезекте жаңағыдай шартыңыз косметологиялық ұйым бұзылған туралы келісімді алу керек. Үшінші кезекте осы келісімді банкке тапсыру керек. Осылайша сіз өз құқықтарыңызды қорғап, артық пайыздар, артық төлемей, абоненттің көзін жойып, ендігі ондай косметологиялық ұйымдарға жақындамайтындай болсаңыздар болады. Негізінен айтайын дегенім осы біздің құрметті аналарымыз, құрметті жұбайлар, әпкелер, тәтелер, қарындастар. Егер сізге косметологиялық ұйымнан звондаса, тегін жаңағындай процедура алыңыздар деп айтса, бармаңыздар. Ол жерге барсаңыздар, сіздің мойындарыңызға несие іліп жіберуі мүмкін. Абай болыңыздар. Ер азаматтарда байқап жүріңіздер, егер әйеліңіз сұраусыз осындай косметологиялық ұйымға баратын болса, осындай жаңағыдай кредитке ұшырап қалмау үшін бармауын сұрап, осы видеоны көрсетсеңіздер болады. Ал енді жалпы видео бүгінгі тақырып пайдалы болатын болса, лайк, комментарий және бөлісе отырсаңыздар. Сіздермен болған Заңгер Шыныбаев Марғұлан. Келесі кездескенше күн жақсы.